Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз сіздермен шеңбер тақырыбында бірнеше сабақтарды қарастырған едік. Енді осы сабақты біраз қайталап алсақ. Шеңбердің элементтері оның центрі, радиусы, диаметрі, ордасы, сондай-ақ оның доғасы болатын еді. Енді бүгінгі сабақта осы шеңберден тыс жатқан бір түзуді аламыз. Және де осы түзумен шеңбердің орналасуын қарастырамыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түзу мен шеңбердің өзара орналасуы. Түзу мен шеңбердің өзара орналасуының үш түрлі жағдайы болады. Олардың алғашқысы түзу мен шеңбердің ортақ нүктесі болмайды. Екіншісі түзу мен шеңбердің екі ортақ нүктесі болуы мүмкін. Және соңғы түзу мен шеңбердің бір ғана ортақ нүктесі болуы мүмкін. Енді осыларға жеке-жеке тоқталатын болсақ, түзу мен шеңбердің ортақ нүктесі жоқ. Егер шеңбердің центрінен түзуге дейінгі ара қашықтық радиустан үлкен болса, онда түзу мен шеңбердің ортақ нүктесі болмайды. Мына сурет бойынша бізде А дегеніміз түзу, OH дегеніміз шеңбердің центрінен түзуге дейінгі ара қашықтық, оны біз H деп белгілеп қойсақ болады. Енді радиус дегеніміз мына O нүктесінен шеңбердің бойына дейінгі аралық. Мына жерге біз М деп белгілеп қояйық, бұл бізде радиусымыз. Енді мына бойынша, егер шеңбердің центрінен түзуге дейінгі ара қашықтық радиустан үлкен болса, яғни қараңыздар, бізде ара қашықтық мына аралықта болса, радиусымыз тек қана мына аралықта болып жатыр. Ал ара қашықтығымыз радиустан мынандай аралықта үлкен болып тұр деген сөз. Енді осына шартын жазатын болсақ, ара қашықтығымыз радиустан үлкен болса, онда А түзу мен шеңбердің ортақ нүктесі болмайды. Яғни мына түзу мен шеңбер екеуі қиылыспайды деген сөз. Келесі, түзу мен шеңбердің екі ортақ нүктесі бар. Егер шеңбердің центрінен түзуге дейінгі ара қашықтық радиустан кіші болса, онда түзу мен шеңбердің ортақ екі нүктесі болады. Демек, түзу қиюшы болады. Мына сурет бойынша бізде А түзу берілген, бұл шеңберді екі нүктеде қиып жатыр. Енді, мына қараңыздар, радиус бізде толық берілмеген, оны өзіміз сызып алайық. М нүктесін жазамыз. Енді қараңыздар, мынау радиусымыз мына ара қашықтан үлкен болып тұр. Яғни мынау түзуге дейінгі ара қашықтығымыз радиустан кіші болып тұр. Онда бұл түзу шеңберді екі нүктеде қиып өтеді. Бірінші нүктесі А, екінші қиып өткен нүктесі Б болады. Осының шартын жазайық. Егер де ара қашықтығымыз радиустан кіші болса, онда А түзуі шеңберді екі нүктеде қияды. Оны жаздық. Демек, шеңбермен ортақ екі нүктесі бар түзу қиюшы деп аталады. Келесі, түзу мен шеңбердің бір ғана ортақ нүктесі бар. Егер шеңбердің центрінен түзуге дейінгі ара қашықтық радиусқа тең болса, онда түзу мен шеңбердің ортақ бір нүктесі болады. Демек, түзу жанама болады. Сурет бойынша бізде радиусымыз мынау шеңбердің центрінен түзуге дейінгі ара қашықтыққа тең болып тұр. Сол себептен мынау түзуіміз шеңберді тек қана бір ғана нүктеде қиып өтті. Демек, ол бізде жанама деп аталады. Осының шартын жазатын болсақ, ара қашықтығымыз тең болды радиусқа. Және де бұл түзу мен радиус екеуі перпендикуляр түзу жасап қиылысады екен. Шеңбердің нүктесі арқылы өтіп, және осы нүктеге жүргізілген радиусқа перпендикуляр болатын түзуді жанама деп атаймыз. Енді осыларды қорытындылай келе, осы үш сөзбен аяқтайтын болсақ, шеңбер мен түзу қиылыспайды, екі нүктеде қиылысады, және де жанасады деп айтсақ болады екен. Енді осы сабақ бойынша біз сіздермен мысал қарастырып көрейік. Д радиусы R болатын шеңбер центрінен М түзуіне дейінгі ара қашықтық болсын. Шеңбер мен М түзуінің өзара орналасуын анықта. Яғни Д дегеніміз ара қашықтық, R дегеніміз радиусы, ал М дегеніміз түзу. Енді бірінші жағдайда бізде радиусымыз 15 сантиметрге тең, ал ара қашықтығымыз 10 сантиметрге тең. Сол себептен біз мына жерге жазатын болсақ,
ара қашықтығымыз кіші радиустан. Жаңағы айтылған шарт бойынша, егерде ара қашықтығымыз радиустан кіші болса, онда М түзуі мен шеңбердің ортақ екі нүктесі болады. Яғни мұндағы түзуіміз қи ұшы болады. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Радиусымыз 5 сантиметрге, ара қашықтығымыз 12 сантиметрге тең. Демек, мұнда ара қашықтығымыз радиустан үлкен болып тұр. Олай болса, шеңбер мен М түзуінің ортақ нүктесі болмайды. Ал үшінші жағдайды қарастыратын болсақ, бізде радиусымыз 8-ге, ара қашықтығымыз 8-ге тең. Демек, радиус пен ара қашықтық екеуі тең болып тұр. Олай болса, шеңбер мен М түзуінің ортақ бір ғана нүктесі болады. Яғни бірінші жағдайда қиюшы болады, ал екінші жағдайда қиылыспайды, үшінші жағдайда ол жанама болады.